Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоның астына бір лайк және жазылу немелерін басыңыз. Қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Төреғалидің орамал таққан қарындасы ешкімге айтпаған жан сырын айтып қойды. Төреғали Төреәлінің туған қарындасы Фариза Төреәлі жан сырын атқарып, көпке айтпаған құпияларымен бөлісті. Тыныштық, жайлылық, дәл қазіргі сәтте сипатта десе солай дер едім. Өмірі бір орында тұрмайды. Осының өзінде секундтар жылжып әйтеуір уақыт өтуде. Сондағы ең жаманы адамның бір орында қалып қалуы, ақылына ақыл қоспауы, түрлі сәттерден ой түймеуі, өспеуі, жүрмеуі, бір орында тұрған суда сасиды. Ал адамға қозғалыс керек. Әрдайым жақсы жаққа талпыныс керек. Сол секілді қарбалас өмірде бір сәт тоқтап, өткеніме ой жүгіртіп, не дұрыс, не бұрыс ойланып жүрген уақыт. Көп асығыппын, қайда, белгісіз. Көп уайымдаппын, нені, ол да белгісіз. Алланың мейірімін, оның рахмандығын, рахимдігін көп шектейміз. Құл болып алып, оған қалай дәтіміз барады десеңші. Аса қамқорлығы менен мейірімін мида шектеген сайын адамда тәуекел азаяды. Бәрін өз мойныңа алып басталады. Содан уайым мен мазасыздық жүректі жайлайды. Ал уайым әйтеуір жүгіртіп қояды. Ақиқатты ұмытта тұрады. Солай өмір өте береді. Оның мәнін не үшін Раббың сені жаратқанын ұмытасың. Ал сен өз рөліңе түскенде, сен үшін Раббың ақ бәрін жасап қояды. Ойлашы, қандай рахат негізі. Өз рөлің деген құл болу. Бәрін құрамын, жоямын, кімді құтқарайын, мен тұрғанда не уайым деген өзіңе көп алатын Құдай рөліне шығып, әдемілеп әлсіз құл поэзиясына ауысу. Барлығы осыдан бастап реттеледі, иншалла. Әсіресе әйел заты үшін босаңсыған күйде өмір сүру, раббысы бар екенін ұмытпау, күйеуіне бәрін тапсырып қою, өз өмірлік миссиясын орындап жүруден асқан нәрсе жоқ. Ал бәрін қиындататын, оны қолдап жасап алатын өзіміз. Себебі саған нендей бір жақсылық келсе Алладан, ал және бір жамандық келсе өзіңнен. Ниса сүресі 79 аят. Сен ұмытсаң да, Раббың сені ұмытпайды. Сен әрдайым оның қамқорлығындасың. Оның саған деген махаббаты шексіз. Сезін, жүрегіңді аш, деп жазады ол.